Саламатсыздар ма студенттер? Саламатсыздар. Рахмет, отырыңыздар. Студенттер, алдыңғы өтілген тақырып кім, қай авторды өттік біздер? Мұқағали Мақатаев өтті, иә? Ақынның қай шығармасын үйге берді сіздерге? Аққулар ұйықтағанда поэмасы. Енді студенттер, Аққулар ұйықтағанда поэмасының желісі бойынша сіздің топ аққуды атуға болады. Сіздер аққуды атуға болмайды, ал сіздер поэманы барлығыңыз толықтай оқыды. Менің ой толғанысын деген тақырыпта шағын ғана эссе жазып, ой толғамдарыңызды жазып, қазір осыдан отыра саламыз, иә? Сіздер не айтасыздар? Аққуды атуға бола ма? Сол жөнінде пікірлеріңіз қандай? Анасы баласын хәлін ойлайын деп аққуды атуға тура келді. Бұл жерде анасы мен баласының махаббатын көруге болады. Анасының шарасыздығынан аққуды аттан атуға тура келді. Менің ойымша бұл поэмада ананың аққуды атқан дұрыс деп ойлаймын. Ал сіздің топ аққуды атуға болмайды, иә? Сол пікірді қалай дәлелдейсіздер сіздер? Ертеде қазақ халқы аққуды атуға болмайды ретінде саналған құстардың киесі аққуды махаббат, достық және пәктіктің символы ретінде алған. Сондықтан аққуды атуға болмайды киелі құстардың қатарына жатқызған. Жақсы, рахмет. Сіздер поэма бойынша өздеріңіздің ой толғамдарыңызды кім атады? Аққулар ұйықтағанда поэмасында ана екі жағдайға тап болады. Ол біріншісі аққуды атуы, екіншісі баласының өмірін сақтап қалу туралы. Ана шарасыздықтан аққуды атуға тура келеді. Өйткені атпаса ол баласынан айырылып қалады. Ана жалпы аққуды қазақ халқында атуға болмайды. Жақсы, рахмет. Студенттер, өтілген тақырыпта Мұқағали Мақатаевты өттік, иә? Ол сыршыл ақын, ақиық ақын, лирик ақын деп атадық. Енді қазақтың ақын қызы Фариза Оңғарсынова Мұқағалидай ақыны бар халық бақытты халық дейді. Яғни Мұқағали Мақатаев шығармасымен танысқан сіздер де бақытты халықтың ұрпағысыздар. Бүгінгі жаңа тақырып Қадыр Мырзаәлі. Жазамыз тақтап. Ана тілің арың бол, ұятың бол тыр бетте, өзгелердің бәрін өз тіліңді құрмет деп жырлаған қазақ поэзиясының пырағы Қадыр Қинаятұлы Мырзаәлі 1935 жылы Батыс Қазақстан облысы Жымпиты ауданында дүниеге келген. Қадыр Мырзаәлі студенттер 1958 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін тәмамдаған. Ал 1959 жылы ақынның тұңғыш өлеңдер жинағы «Көктем» деген атпен жарыққа шықты. 1960-1964 жылдар аралығында Қадыр ақынның балаларға арналған «Данышпандар», «Кіші қожанасырлар», «Жаңғалақтар», «Қоян-ноян», «Алуан-палуан» сынды кітаптары жарыққа шықты. Ал 1965 және 2004 жылдар аралығында ақынның «Иірім», «Көш», «Жерүйек», ой орамдары, дала дидары, домбыра, ақ отау, алмас жерде қалмас, еңіреп өткен ерлер сынды көптеген шығармалары жарыққа шықты. Ақын белгілі бір себептермен 2011 жылы дүниеден өтті. Енді студенттер, Қадыр Мырзаәлі қазақтың болмысын, қазақтың мінезін, қазақтың дүниетанымын, қазақ өнерін, қазақтың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын өз шығармасына дәріптеп, оны мақтанышпен көрсете білді. Бүгінгі жаңа тақырып осы тұрғыда қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру өлеңі. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғаш бір рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ, осы міне танып қой. Сәйгүлікті құйрық шалы таралған, сүйетұғын қазақ осы қараңдар, қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып, қыз болуға жағалған. Қазақ осы айтатұғын шергесір, о ағайын, халық емес ол кесір. Қазақ осы аңғал-саңғал жабусыз, қазақ осы ақыл кемел көрмесір. Қазақ осы дала дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін, қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба жатыр қалды білмейтін.
студенттер, Қадыр Мырзалиннің қазақтарды шетелде қонақтарға таныстыру өлеңімен таныстыр, иә? Ендеше өлеңнің мәтін нұсқасын оқып шығып, іштей өлеңге талдаулар жасайық. Сіздің топ өлеңмен танысамыз, өлеңге әдеби теориялық талдау жасаймыз, яғни өлеңнің ішінен эпитет, теңеу, метафораларды анықтаймыз. Сіздің топ өлеңді қазақ әдебиетінің өзге авторларымен салыстырамыз, яғни қазақ халқы туралы, қазақ болмысы туралы, қазақ өнері туралы, қазақ даласы туралы басқа қандай ақындар жырлады шығармаларында. Ал сіздер өлеңге сатылай кешенді талдау жасаймыз. Тақтада тұрған өлең мәтініне әдеби теориялық талдау жасаймыз. Бірінші топтан кім шығады? Эпитетті, теңеуді, метафораны көрсетеміз. Бұл жерде эпитет дегеніміз жерге сыр. Жерге сыр. Сосын жайып жатқан қанатын. Сосын құдайындай дегеніміз ол теңеу. Метафора дегеніміз ол түзеу. Біз бұл өлеңді Тұманбай Молдағалиевтің балалар өлеңімен және Жұман Молдағалиевтің Мен қазақпын өлеңімен салыстырдық. Бұл өлеңдегі қазақтың қандай екенін, оның болмысын, табиғатын көрсетеді. Жұман Молдағалиевтің балалар өлеңінде сәл айырмашылық бар. Қандай айырмашылық бар? Бұл жерде қазақ даласының тау-тасын, өзен көлін көрсетеді, ал мен қазақпын да Молдағалиевті. Ол қалай? Патриоттық сезімді, рух мәселесін, мақтанышты көрсетеді қазаққа деген. Жақсы, рахмет. Үшінші, өлеңге сатылай кешенді талдау жасаймыз. Кім шығады сатылай кешенді талдауға? Өзіңізбен бірге қағазын алып шығамыз, талдауды көрсетеміз. Автор Қадыр Мырзалин, тақырып қазақтардың болмысы, идеясы қазақтарды таныстыру. Жанр поэзия, поэзияның ішінде өлең. Шумақ, 9 шумақтан тұрады. Шумақты көрсетеді, 9 шумақ. Шумақ 4 тармақтан тұрады. Тармақ 36 тармақ. 36 тармақ. Және де бунақ. Бунақ бұл үшеу. Бунақты қалай анықтаймыз? Бунақты жайлауында жүрген жігіт бақып қой, дос келді деп жасап жатыр анықтай. Яғни бунақ дегеніміз қалай болды? Нұрай, тармақ құрамындағы ырғақты кідіріс, бунақ саналыстар көрсетеді. Бунақ, жақсы. Және де буын. Буын ол 11 буын. 11 буынды. Қара өлеңге қара өлең. Оны қалай анықтаймыз? Алғашқы шумақтан қара өлеңге қасын шығарып көрсетейікші? Жайлауында жүрген жігіт бақып қой, дос келді деп жасап жатыр анықтай. Бұл екеуіні ұйқасса тармақ. Ал үшіншісі алғашқы рет көріп тұрса теманы, олар біріншімен екіншімен ұйқаспай. Ал үшінші нағыз қазақ осы міне танып қой. Ол бір және екінші тармақпен ұйқасады. А, Б, А. Сондықтан да ол қара өлең ұйқасы болып есептеледі. Жақсы, рахмет. Енді студенттер, қазақтарда шетелде қонақтарға таныстыру өлеңі тұтасымен ұлттық болмысты көрсетіп тұр, иә? Ендеше шығарманың өн бойынан ұлттық өнерді, ұлттық салт дәстүрді, ұлттық мінезді анықтаймыз. Бірінші топ ұлттық салт дәстүрді анықтаймыз шығармадан, мәтін қолдарыңызда тұр. Екінші топ ұлттық мінезді анықтаймыз, қазаққа тән, ал үшінші топ ұлттық өнер қазаққа тән. Анықтап, тақтадағы мәтінге көрсетеміз. Шығарманың өн бойынан қазаққа тән мінезді, өнерді және де дәстүрді анықтадық, иә? Ендеше оны тақтадағы мәтін құрамынан көрсетейік. Қазаққа тән салт дәстүр, қазақ салт дәстүрі, ұлттық салт дәстүрді көрсетеміз. Бірінші топтан кім көрсетеді?
көкпар тарту, қыз қуу. Ат мінгізіп, жүрек шабан жазады. Қазақтардың ұлттық мінез сол аңғал-саңғал, ағыл-тегіл, көл-көсір, насыбайға болады өтпелеп қалу, Және мына жолдардан қараңыздаршы. Қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба, жатырқауды білмейді. Сонда қазақ қандай халық? Жатырқауды бауырмалшыл халық, иә? Қазақ осы ауылдай-ақ алатын, ал бергеннің алдына жан салмайтын. Ол қандай халық қазақ? Жомарт халық, ақкөңіл халық. Қазақ осы деп мақтанышпен айталатын. Өздеріңіздің көкіректеріңізді кернеп, міне қазақ халқы осындай деп қазіргі заман тұрғысынан сіздер қандай дүниелерді атар едіңіздер, айтар едіңіздер? Қолдарыңызды көтеріп, ұялмай. Қазіргі қазақтар заманауи және де өте мінездері ақылға ашық жатқан. Сол мінездердің маған ерекше. Тағы да. Гүлдана. Қазіргі Қазақстандағы ежелгі халықтардың салт дәстүрі мен әдет-ғұрыптарын әліге дейін ұстап келе жатыр. Мен Қазақстанды осылай мақтан. Жақсы, рахмет. Қазақ әдебиетінің алтын қорына өзіндік құнды дүниелерін қалдырған қазақ поэзиясын лирикалық жағынан байтқан Қадыр ақын өзінің өмірінің соңғы жылдарында мынадай өлеңін қазақ даласынан қалдырып кеткен екен. Ендеше өлеңнің аудиосына назар аударамыз. Қазақтарға оғымын мен ең сеңіз, қора-қора алыстауға болады, содан бірақ көтерілсе еңсеңіз, маған түкте керегі жоқ, сенсеңіз. Маған түкте керегі жоқ, сенсеңіз, сарғаяды жапыраққа келсе күз, артық нәрсе алалмайсың өмірде, адалдықтың ақ жүзін емсеңіз. Маған түкте керегі жоқ, сенсеңіз. Маған түкте керегі жоқ, сенсеңіз. Жақсы жандар жалғыз болмай болсеңіз, жоқтыларды шыдай беріп қайтеді. Бәрі қалар өлсеңіз. Маған түкте керегі жоқ, сенсеңіз. Маған түкте керегі жоқ, сенсеңіз. Өзге жаман көмектеспес, сөнсеңіз. Асылыңнан, алтыныңнан не пайда, енді қайтып оралмайды оны сеңіз. Маған түкте керегі жоқ, сенсеңіз. Студенттер, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сабақтың үй тапсырмасы кезеңдері бойынша сіздер өздеріңіз бағалаңыздар. Бағалап, маған бере ойыңыздар, мен осы бойынша сіздерді бағалаймын бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз бойынша. Рахмет. Үйге тапсырма студенттер Қадыр Мырзалы шығармашылығын тереңдете оқимыз. Бүгінгі өлеңі, яғни қазақтарды шетелдік қонақтарға таныстыру өлеңін жаттап келеміз.